Осындай әдемі глютенсіз, қантсыз творожный пирог дайындаймыз, немесе сметанник. Ол үшін ыдысымызға 60-70 грамм сары майымызды құйып, ерітілген әрине үстінен 3 қасық подсластитель саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Менде осындай номер 7 фит барады. Үстінен бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, нан илейміз. Қажет болған жағдайда тағы да бір жұмыртқа қосып, қамыр илейміз. Дайын қамырымызды 15-20 минутқа холодильникке салып, тынықтырып аламыз. Қамырымыз тыныққанға дейін пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогымызға қаймағымызды салып, үстіне 2 жұмыртқа салып, және қалауыңызша подсластитель саласыз. Менде фит барады номер 7-ден 5 қасық салдым. Өзінің ішінде қасығы болады. Және бір ас қасық жүгері крахмалын салдым. Оны салу міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Енді жақсылап блендерлеп аламыз. Қамырымызды алып, формаға жайып шығамыз. Жан-жағынан бортиктер жасап шығамыз. Қамырымыздың үстінен дайын салмамызды салып, қаласаңыздар үстінен әртүрлі жидектер салуға болады. Мен малина салдым. 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Дайындап көріңіздер. Ас болсын,